Сәлем достар, сіздерге бүгін 5 минутта дайын болатын заварной кремнің рецептісін ұсынамын. Бұл кремді барлық торттарға, бисквитке, пирогтарға немесе эклер дайындағанда салмасы ретінде пайдалануға болады. Бізге керекті тағамдар: сүт, ұн, секер, кукурузный крахмал және сары май. Барлық ингредиентті видеоның астына жазып кеттім. Ең алдымен ыдысқа сүт құямыз. Үстіне ұн саламыз. Секер және крахмал сеуіп, жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыз болады. Осыны орташа отқа қойып, араластырып тұрамыз. Кішкене қоюланғаннан кейін оттан түсіреміз және үстіне бөлме температурасындағы сары майды салып, тағы да жақсылап венчикпен араластырамыз. Кремімізді басқа ыдысқа құйып суытып аламыз. Бетін пищевой пленкамен жауып қоюға болады. 5 минутта жасалынатын креміміз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.